Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Америка Құрама Штаттарынан әдеттегідей қарапайым қазақтың баласы Жасұлан. Бүгін отбасымызбен жиналып, жағажайға бара жатырмыз. Ол жаққа бару үшін бізге күннің астында отырғаннан кейін бізге күн шатыр керек болады, яғни зонтик. Соны іздеумен енді білмеймін, мына жерге бір дүкенге келіп едік, таппай, енді басқа дүкенге барамыз ба, бармаймыз ба білмей көреміз. Зонтикті таптық енді. Неге барамыз? Жолға шығамыз. Қазір сіздерге көрсетейін. 1 сағат 20 минут көрсетіп тұр. Лос-Анджелеске жатпайды ол. Лос-Анджелестен қанша бір 40 мильдей жерде. Осыған дейін Санта-Моника қаласында тұрдық. Санта-Моника қаласы онда Лос-Анджелестің батыс бөлігінде. Сол кезде пляжға бару деген проблема емес тұғын. Барып аптасына бір рет баратымыз кем дегенде. Сонда ол жақтың жағажайына әбден көзіміз үйреніп кетті. Қазір енді мен білетін бір Лос-Анджелестен 40 миль дедім ғой, сондай жерде Оранж Каунти дейді. Бұл жақта Лос-Анджелеске кірмейді, өз алдына бөлек сондай аймақ. Сол жерде Лагуна Бич деген пляж бар. Қазір сол жаққа бара жатырмыз. Сенің көзіңнен сезімді көрем, бақытқа толы кезімді көрем. Жараланғанда жаным ауырғанда сенің емделем. Сенің көзіңнен өмірді көрем, кіршіксіз таза кезімді көрем. Тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем, жаным көрінбеген өзгеден. Жарық бердің жанға қараңғы, емдеп алдың ескі жарамды. Мен де сенің барың боламын, бағың боламын, жаның боламын, жарың боламын. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірім. Менімен жайланады сенің нәзік көңілің. Бірімізге біріміз тағдыр таңдаған, жанарымыз бір секілді. Сенің жаныңда шынайымын мен, жадыраймын да шынайы күле. Қымбатсың маған, әлі де жұмбақсың, сендей жанды іздеген. Сенің жаныңда арманға сенем, жарық дүние жалғанға сенем. Тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем, жаным көрінбеген өзгеден. Жарық бердің жанға қараңғы, емдеп алдың ескі жарамды. Мен де сенің барың боламын, бағың боламын, жаның боламын, жарың боламын. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірім.
Бетке крем жағып алдық. Суға түсе беруге бола ма енді? Абайла, Омар. Осындай Калифорнияның жағажайлары. Достар, дыбыс қалай болып жатқанын білмеймін мен. Петличканы алған жоқпын. Күннің астында жүреміз, демаламыз деген соң тек камераны ғана ала салдым. Калифорнияның жағажайлары енді керемет осындай көріністерге. Мен қайбір жылы отбасымызбен Ақтауда болғанбыз. Негізі Ақтаудың да табиғаты, жалпы Каспийдің жағасы жаман емес. Дәл осындай көріністен кем түспейді негізі. Тек қана толқындары болмаса, мына жерде тұрғылықты осы жердің қала тұрғындары бұл Лос-Анджелеске жатпайды. Бұл Лос-Анджелестен бағана айтқандай 40 мильдік жерде, бір сағаттық жолда. Бұл жерге туристер де келе қоймайды онша. Бұл жаққа тек қана әлемнен емес, американдықтардың өздері де басқа штаттардан келуге ұмтылады. Әсіресе мынау пенсияға шыққаннан кейін, зейнет жасына шыққаннан кейін американдықтардың көбі осы Калифорния штаты, әсіресе Сан-Диего деген қала бар. Сол жаққа барып тұруды жақсы көреді деп айтсақ та болады. Құдай қаласа ол қалаға да барамыз. Бұрындары Алматыға, Астанаға жетуге арман болушы еді. Кейін о жақта оқып, жұмыс істеп, мұхит асып, мінекей Америкаға келіп қалдық енді. Аллаға шүкір. Жалпы адам ойласа, армандаса, соған қарай ұмтылса, алынбайтын қамал жоқ негізі. Сондықтан да әсіресе жастарға айтарым, көптеп білім алыңыздар, белгілі бір мақсатқа қол жеткізгілеріңіз келсе, аянбай еңбек етіңіздер. Толқындар соғады ғой. Қайта-қайта соғып нокаут қылды.